Ең қызықты турнир. Шон O'Malley, Асу Алмабаев, Дастин Порье, Петр Ян, Майкл Веном Пейдж. Бұлардың барлығы осы турнирда болады. Әр жекпе-жекке ерекше тоқталайық. Интро. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Келесі қазақ жауынгер осындай әдемі UFC турнирында қатысады. Асу Алмабаев Бекзат Алмаханның салмағынан бір категорияға төмен 58 килограммға дейінгі дивизионда өнер көрсетеді. Оның қарсыласы Си-Джей Вергара. Оның мықты жақтарына қарасақ, статистика бойынша ударник нокаутер екен. Ол дегенім стойкада қауіп үлкен. Асу Алмабаев өзі бұл туралы ең бастысы жеңу. Нокаут болсын, сабмишн, шешім болсын, ондай маңызды емес. Ең бастысы октагонда менің қолымды көтергені дейді. Мен де бұл сөздермен келісем. Менің ойымша Шавкат Рахмоновтан кейін UFC белбеуіне ең жақын қазақ жауынгері ол Асу Алмабаев болады. Бүгін таңғы 4-те жекпе-жектің басталуын өткізіп алмайық. Асу Алмабаевқа сәттілік тілейміз. Бұл каналға тіркеліңіз. Турнирдің нәтижелерінің видеомен көрсетіп айтып беремін. Келесі қызық жекпе-жек ол Веном Майкл Пейдж пен Кевин Холланд арасындағы жекпе-жек. Бұл екеуі Шавкат Рахмоновтың салмағында өнер көрсетеді. Екеуі де мықты страйкер, бойлары қолдары ұзын жауынгерлер. MVP-ге тоқталсақ, оның хайлайттары бүкіл интернетте толы. Өзі Беллатор лигасында қарсыластарын ең әдемі бұрын кездеспеген соққылармен нокаутқа құлататын және де жеңгенін сезген соң бір орында қатып қалатын әдеті болатын. Соның октагонда шоу көрсеткен үшін өте көп фанаттары жақсы көреді. Енді ең үздік лига UFC-де. Шынында да мықты UFC жауынгеріне солай істей ала ма? Соны білу үшін оған UFC дебютына өзіне сай Кевин Холландты қойып жатыр. Кевинді әдемі нокаутпен өтіп жатса, Майкл Пейджге титулға жолы қатты қысқарады. Қазір UFC-де бұндай шоумендерді жақсы көреді. Мүмкін Шавкат Рахмоновқа да жететін шығар, кім біледі. Бірақ менің жеке ойымша ол Кевин Холландтан досрочно жеңілетін сияқты. Ал сіз қалай ойлайсыз? Комментарияға жазып кетіңіз. Келесі екі жекпе-жектер соңына дейін жетпеуі өте ықтимал, себебі екеуінде де өте мықты страйкерлар кездеседі. Бұл екі кездесуде Шон O'Malley мен Дастин Порье жеңеді деп ойлаймын. Дастин Порье карьерасында 2 рет қатар ешқашан жеңілмеген. Ал Шон O'Malley өзінің ұтылуын реваншпен жапқысы келіп жатыр. Кезінде 20-шы жылы Марлон Вераға ғана жеңілген, бірақ ол кезде аяғын жарақатып алған үшін деп өкінген. Сол жеңілісінен өшін алғысы келіп жатыр екен. Қалай болса да, бұл турнир осы жылы ең қызықты турнирлардың біреуі болуы мүмкін. Сол үшін осы каналға тіркеліңіз, үлкен обзор жасап беремін. Видеоны соңына дейін қараған үшін көп рахмет. Барлығыңызға сәттілік.